Минус 25-тен 1 АБ қосылған АС қосылған 19 деген 41 өрнегіндегі мәні бола алатын цифрларды табыңыз. Бірдей әріптер бірдей цифрларды, әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларды білдіреді. Берілгені бойынша минус 25-тен 1 АБ қосылған АС қосылған 19 тең 41. Енді осы жерден біз мына жерден яғни 25-тен 1 АБ 25-тен 1 АБ қосылған АС. Мына жерде 19-ды теңдіктің оң жағына өткізіп жіберсек, азайту болды. 41-ден 19 алсақ, 22 деген жауап қалады, иә? Енді осы жерден мен былай жазсам. Екі жағында бірдей 25-ке көйіп жіберейін. 25-ке көйіп жіберсем, 25 АС болады, иә? Азайтылған АБ қалады. Қосылған 22-ні 25-ке көбейтсек, 550 деген жауап шығады. 550. Енді осы жерден мынандай өрнек құрып ала аламыз. 25 көбейтілген А дегеніміз 10 көбейтілген А ғой. 10А қосылған С, иә? Негізі. Мынада да дәл солай. Азайтылған 10А қосылған Б. Төбесін сызбай қояйын. 10А қосылған Б. Тең 550. Енді осыны ашып жіберейік. Ашатын болсақ, 250А, иә? Қосылған 25С, азайтылған 10А, азайтылған Б. Тең 550. Енді үшін Аларды біріктірейік. Аларды біріктіретін болсақ, 240А. Қосылған 25С, азайтылған Б. Тең 550 деген жауап шығады. 550. 550. Енді бұл жерде бізде А дегеніміз, яғни мына жерде қарап отырсақ, 25 АС деп тұр ғой. Бұл жерде А бізде 0 болатын болса, яғни 0, 1 деп жазылмайды ғой. Сол себепті А бізде 0-ге тең емес. Яғни А 0-ге тең емес. Ал бізде А 0-ге тең емес, С, Б 0-ге тең болуға болады, иә? Яғни бізде жалпы 10 цифр бар 0-ден 9-ға дейін. Бірақ А бізде 0-ге тең болмайды. Сол себепті енді біз А-ны 1-ден бастап тексерейік. А тең 1 дейік. А тең 1 болса 240 қосылған 25, С азайтылған Б тең 550 болады, иә? 550. Енді 25 С азайтылған Б тең 550-ден 240 алатын болсақ, бізде 310 деген жауап қалады. 310. Енді осы жерден С-ның орнына сан беріп тексеретін болсақ, мысалға ең жоғары сан бізде С-ның орнына 9 қоя аламыз, иә? 9 қоятын болсақ, бізде 300-ден, мысалға 10-ды қоятын болсақ, 250 деген жауап шығады. 250-ден қандай сан алсақ та 300 деген сан шықпайды, иә? Сол себепті А-мыз 1-ге тең бола алмайды екен. А-мыз 1-ге тең бола алмайды. Өйткені мына 9 25-ге көбейтетін болсақ, 2 18 45 225 болып қалады да, одан Б-ны азайтатын болсақ 310 шықпайды, иә? Сол себепті А-мыз 1-ге тең бола алмайды. Яғни А 0-ге тең бола алмайды. А 1-ге тең бола алмайды. Келесі А-ны 2-ге теңестіріп алайық. 2-ге теңестіріп алатын болсақ, 480 болады А-мыз, қосылған 25С, азайтылған Б тең 550. 25С азайтылған Б тең болады. 480 алатын болсақ 70, иә? Енді бұл жерден енді тексере аламыз. А-мыз 2-ге тең болғанда, тең болғандағы, енді бұл жерден тексере аламыз. Егер біз С-ның орнына 70-тен үлкен сан шығу үшін С-ның орнына сан береміз. Яғни 3-тен бастап сан береміз, иә? 2-ні берсек 50 болып қалады, 50-ден Б-ны алсақ 70 шықпайды. Сол себепті С-ның орнына 3-ті қоямыз. 3-ті қойған кезде С тең, мысалы мен мына жазып отырайын. С тең 3. 3-ті берген кезде 75 болады. 75 азайтылған Б тең 70. Ол кезде Б-мыз 5-ке тең болады екен. 5-ке тең.
Bizde қазірше осындай bir жауап шықты. Мынандай bir жауап. Келесі, енді біз аның орнына 3-ті қойып көрейік. Аның орнына 3-ті қоятын болсақ, 3-ке көбейтетін болсақ, 3, 6, 18, 720 болады. 720 қосылған 25 С азайтылған Б тең 550. 25 С азайтылған Б тең минус 500 болсақ 50 20 170 болады. Так. 720-дан 550-ді алсақ 0, 12-ден 5 алсақ 7, 1, 170, я? Яғни минус 170 деген жауап шығады екен. Минус 170. Енді бізде минус 170 шығу үшін бізде мына Б үлкен болу керек. Б үлкен болу керек, я? Б үлкен болу үшін біз бұл жерге тек қана ең үлкен 9 деген санды қоямыз. Ал бірақ мына С-ның орнына біз 0-ді беретін болсақ, С тең 0 болатын болса, ең үлкен жауап минус 9 болған. Сол себепті бұлда А тең 3 деген жауап саналмайды екен. С тең 0 деп алған. Сонда мынау да бір жауап сонда тең емес. Енді біз келесі тексеретін А тең 4 деп тексеретін болсақ, ол дәл солай минустан шығып кете береді. Минустан. Сонда бізде ең минималды Аның ең дұрыс жауабы А тең 2 болған жағдай ғана екен. Сонда А тең 2, С тең 3, Б тең 5 қана жауап. Мысалы мен А4 деп алатын болсам, 0, 4, 4, 16, 1 ойда 4, 8, 1 ойда 9. 960 қосылған 25 С азайтылған Б тең 550 деген жауап шығады. Сонда 25 С азайтылған Б тең минус 410 деген жауап шығады. Ал бағантағындай дәл солай, мына Б-ның орнына мысалы 9 деген жауапты қоямыз. Сонда минус 9 болады да, мынаның орнына 0-ді қойып тұрсам, ең үлкен жауап минус 9 ғана болып қалады. Минус 410-ға тең емес қой ол. С-ның орнына мен сан беретін болсам, минустан шықпай қалады. Сол себепті бұдан артық үштен үлкен болған кезде ешқандай жауап дұрыс емес. Аның ең дұрыс жауабы, яғни 2 болған кезде ғана дұрыс жауабы. 1 болған кезде 310 болып, яғни оған сан жетпей қалады. Сонда дұрыс жауап 2, 3, 5 деген жауаптар. Ондай жауаптар А, Б, С жауаптарына тұр екен, я? 2, 3, 5 деп. Осымен есебіміз шықты.